Қайырлы күн баршаға. Бүгін сіздермен көкжидекті, яғни голубиканы қысқа арнап сақтау, яғни қатыру жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыз және де қолдау мақсатында каналға тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Көкжидекті, яғни голубиканы қатыру үшін ең алдымен жақсылап тазалап алдым. Арасында голубиканың түбінде өзінің гүлінің жапырақтары болады, құрғап қалған. Соның бәрін тазалап шығамыз. Арасындағы шөп, қоқыс және де мысалы мына сияқты кішкене езіліңкіреп қалған, беті ағарып қалған голубикалар болса, оны да тастап тастаймыз. Мысалы міне мынандай ағарып қалған, бұл бір құмалақ бір қарын шіртеді дегендей, кішкентай ғана голубика бұзылып қалған болса, оны алып тастай салғаныңыз дұрыс. Сонда басқалары да құртылмайтын болады. Мысалы міне мына голубиканың түбінде мынандай шөбі болады, осыны алып тастайсыздар. Енді қатыру жолына келетін болсақ, қатыру жолы өте оңай. Мысалы малина сияқты жеке қойып қатырудың түк керегі де жоқ. Өзіңізге ыңғайлы кез келген зип пакет немесе кәдімгі целлофан пакетке салып қатыруға болады. Мынау сияқты одноразовый, бір қолданатын осындай пластик ыдыстарға салып қатыруыңызға болады. Осының барлығын ішіне салып, емін-еркін тұратындай салып қоясыздар, қатты тығыздамай. Морозильникке бетін жауып қоямыз. 24 сағатқа толықтай қатуы қажет. Міне, қатты тығыздаудың қажеті жоқ, осы болады. Енді бетін жақсылап бекітеміз. Осы күйінде морозильникке салып қатыра берсеңіздер болады. Мен морозильниктен алып шықтым, кеше ғана қатырып қойғанмын. Міне қарасаңыздар, бөлек-бөлек болып тұр. Қатты. Енді осыны целлофан пакетке аударып салып қойсаңыздар болады. Пакетке салып, морозильникте артық орынды алмайтын болады. Ең басына артық ауаны шығарып, артық ауа қалмасын, және де аузын жақсылап бекітіп қою керек болады. Голубика өте осындай арзан кезінде, осындай майда түрін алсаңыздар болады. Мінекей, дәл осы күйінде морозильникке салып қоясыздар. Қыстың күні шығара салып компот қайнатып ішсеңіз болады, лимонад жасасаңыз да болады. Түрлі тәттілерге, безендіру үшін торттардың, пирогтардың үстіне қолдануға болады. Панкейк, вафли жасасаңыз да қоссаңыз болады. Өте керемет жидектің түрі. Голубиканы мен жумаймын. Себебі жуған кезде голубика өзінің формасын жоғалтып алуы мүмкін, бұлдырап қалады кейін. Сондықтан жумай, мысалы малинаны да жумаймын. Қатырған кезде жумай, осылай жақсылап мусорынан, қоқысынан тазалап алып, қатыра берсеңіздер болады. Одан кейін голубиканы мысалы термообработкадан өтетін өнімдерге қолданатын болсаңыздар, жумай қоса беруге де болады. Себебі ыстықтың әсерінен олар тазаланып, зарарсыздандырылып шығады онсыз да. Сондықтан артық жуып, оны кептіріп, сүлге қойып, салфеткамен сүртіп жүрудің қажеті жоқ. Міне, осындай ыдысқа салып, қатырып қойсаңыздар болады. Ертеңіне 24 сағат өткен соң, кәдімгі осындай целлофан пакеттерге аударып салып, бетін жақсылап жауып, қатырып сақтауға болады. Қыстың күні қатырылған голубикадан осындай компот жасап та жесеңіздер болады. Ішсеңіздер, міне түсі өте керемет, қанық, күлгін түс болып шығады, өте пайдалы. Бірнеше жидек түрімен араластырып, морс компотын жасасаңыздар да болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Төменде комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді де қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.